Акунбаева Ибрагим Мәжитқызын ортаға шақырам. Дәстүрлі өмір жолында киім-кешектерді сіздерге конкурс көрсетіп, жаңа залда киім-кешектерінің киім-кешектерінің көбісі болды. Республикалық көлемде қазір таратылып, жан-жақтан шақырылым көп. Көлемде жетпес Ресейге шекарасы Қосағашта тұратын, Қытай, Алтай-Қытайда тұратын, Алтай-Қытайдан көшіп келген Түркия қазақтары, міне осы жер көктегі қазақтардың барлығының бас киімдерінің үлгісін жинап, өзі тігіп, алдарыңызға әкеліп көріп өттіңіздер. Келген баршаларыңызға басымызды иеміз, ал келмеген аналарға жас мен осы ақпаратты сіздер хабардар етсе деген үміттеміз. Іші байқаудың Кереку өңірінде ашылып, соған ат салысқан аналарға көптен көп рахмет айтамын. Жаңағы бөлек бір сәнмен ерекшелеген. Ол шынайы бәсекелестік болғаны байқалады. Сонда әр рудың бәйбішелері бір жерге барғанда сәнденеді, солай ғой. Алтын мен күміске малынып, алтын мен апталық деген сәукелесіне дейін қыздардың. Аналарымыздың толығы керемет сәнделген. Енді қараңыздар, қазақтың 42 руы бар дейміз. Басқан анамыздан ақ батасын алайық. Десеңіз, міне бата, қасыңызға келсін қыдыр ата. Байлығын берсін, пайғамбар берген десіңдерші. Құранның, Мұхаммед пайғамбарымыз Құранның сөздеріменен бата берген. Әлхамдулиллахи, әлхамдулиллахи, әлхамдулиллахи. Атқабана ва сақана ва жақана минал муслимин. Әлхамдулиллахи раббил ғаламин. Ассалату вассаламу сейдина Мұхаммадин. وقال لي وصل في أجمعين واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أتى مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.